Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз пияз қабығының адам ағзасына қаншалықты зор пайдасы бар екендігі туралы сөз тарқатамыз. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Пияздың онсыз да емдік қасиеті туралы көпшілігіңіз хабардар боларсыздар. Тұмау тисе, мұрын бітелсе, оның айтарлықтай көмегі бар. Тіпті жүрек пен бүйрек ауруларын емдеуге де пияздың күші қауқарлы. Ал пияздың қабығы туралы не білесіз? Емдік қасиеті туралы естігеніңіз бар ма? Бұл пияздың қабығы қаншалықты пайдалы? Міне осы жайында біздің видеода айтатын боламыз. Пияздың қабығы Е, Б, С, ПП дәрумендеріне, калий, магний, темір, мырыш және күкірт элементіне бай. Сонымен қатар құрамындағы каротин, кверцетин сынды заттардың арқасында вирусқа, инфекцияға қарсы күресетін күшке ие болып отыр. Соның арқасында пияз келесі жағдайларда орасан зор көмегін тигізе алады. Терінің саулығын жақсартады әрі жасартады. Жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алуға қауқарлы. Еркектік қуатты арттырады, иммунитетті нығайтады, рак ауруымен күреседі, ағзаны шлактан тазалайды, аяқ ауруларын емдейді, шаршауды басып, қуаттандырады, ағзаны құрттан арылтады, ішек жолдарын реттейді, асқазанның жұмысын жеңілдетеді, мидың қан тамырларын тазалайды, қан қысымын қалпына келтіреді, қақырықты түсіреді, несеп жолдарының жұмысын реттейді, терідегі безеу мен экземаның жазылуына септігін тигізеді. Осыншалықты пайдасы бар пияз қабығы қалай емдейді? Жүрек қан тамыр жүйесін қуаттандырады, қанның ұюын болдырмайды, жараның тез жазылуына септігін тигізеді, жүрек қағысын реттейді, асқазан ас қорыту жолдарының жұмысын қалпына келтіреді, ағзадағы шырышты шығарады, артық сұйықтықтан арылтады, әрі бүйрек ауруының алдын алады. Қан айналымын реттеп, варикоз, геморрой, белсіздік және атеросклероз ауруларын айықтырады екен. Ағзадағы артық тұзды шығарып, буынның айналасындағы ауруларды емдейді. Ғалымдардың зерттеуінше инфекциямен күреседі, суыққа, вирусқа, саңырауқұлаққа қарсы шипа бола алатын қабілеті бар екен. Сонымен қатар қайызғақ табанын, қотырын, тері ауруларын, қабыршықтануды, терінің сезімталдылығы мен тегістігін емдейді. Ол жайында сіздер білесіздер деп ойлаймын. Бүгінге дейін пияздың біраз көмегіне жүгініп келгеніміз айдан анық. Бұлшықеттерді, ауырлықты, шаршауды, күйзелісті болдырмайды. Сондай-ақ шаштың түсуін тоқтатып, қайраттандырып, қуаттандырады, әрі жылтыратады. Осыншалықты әсер беру үшін пияздың қабығын қалай дайындаған жөн? Бүйректі емдеу үшін 2 ас қасық ұсақталған пияздың қабығын 2 стақан суға салып отқа қоясыз. Бір қайнап шыққан соң қақпағын жауып қойыңыз. Шамамен 30 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 ас қасықтан күніне 5 рет ішесіз. Қан қысымы жоғарылаған кезде пияз қабығынан шай демдеп ішіңіз. 1 стақан қайнаған суға 1 ас қасық ұнтақталған қабықты саласыз. 15-20 минуттан соң сүзіп алып, шай ретінде іше бересіз. Бұл шай қан қысымын реттейді, сіңірдің тартылуын қойдыртады, әрі ісінуді болдырмайды. Сонымен қатар бас ауруын айығасыз, суық тигізуден сақтанасыз, тәбетіңіз артып, қан тамырлары тазарады. Ал холестериннен құтылып, тамырдың саулығын арттырғыңыз келсе, мына тұнбаны дайындап ішсеңіз болады. Ол үшін 1 ас қасық ұнтақталған қабықты 1 стақан араққа саласыз. 2 аптадай күн тимейтін жерге тұндырып қою керек. Осы уақыт өткен соң тұнбаны сүзіп алып, 20 тамшы өсімдік майын қосасыз. Дайын болған тұнбаны 2 апта бойы тамақтанудан жарты сағат бұрын қабылдаңыз. Жүрек ауруын емдеу үшін 2 ас қасық пияздың қабығын жарты ас қасық бақбақ, яғни одуванчик тамырымен, жарты ас қасық мың жапырақ шөбін араластырыңыз. Оны 1,5 литр қайнаған суға салып тұндырасыз. Шамамен 15-20 минуттан соң сүзіп алып, 150 мл-ден іше бересіз. Емді тамақтанудан соң 1 сағат бұрын қабылдаған жөн. Емделу мерзімі 10 күнге дейін созылады.